В общем, былай. Қазір айтылатын деланы әңгімені төртеумізден басқа ешкім естімеу керек. Мынау алдыңғы деладағы күдікті, есімі Жоламан. Бұл дела әлі жабылған жоқ. А мынау Аламан, Нұрекеңнің үйін тонауы мүмкін дейтін күдікті. Балдар ренжіп отыр маған. Маған не қатысы бар? Осы жолы нормально өтіп берші. Аламан, Жоламан. Или ағайын ба екеуі? Базар жоқ, айтар қыза болдым саған. Кеше көреш мешітте ұрлық болған ғой. И сол жерде мешіттің камерасын көтерсең, ұрлыққа түскен мына иш екен. Қойшы, прям мешітке түскен бе уже? Еще мешітке спокойно келеді намаз оқитын адамсың. И намаз оқытқан біреудің телефонын алады да, фук шығып кетеді, спокойно. Прикинь. Онда мен саған тағы бір информация айтайын. Мынау, мынаның туған ағасы. Прикинь? Оны қайдан білдің? Бір жерден білдім. Гарантия ма? 100% гарантия. Тұсақ та онда. Асықпау керек. Алматыдағы Ашекпен жіберуге жағдайым жоқ. Не план бар сонда? Не план болғанда бұлардың бәрін бірге ұстау керек. Бұл екеуі явно екеуі ғана емес. Жанында өздері сияқты ешақтар бар. Мешітке түсу уже перебор. Аямау керек бұларды. Ломбардтың темасы не болды? Ломбард сөйлесіп қой, мен күтіп тұрмын. Кетті онда сен. Жүр. Точно енді ешкім болмай ма? Ертең мен қол бұлғақ болмайым ба? Болмайды деді қой саған. Былғанбай жүрген қолың бет. Бір рет былғай саласың да. Мен ешкімге қол жұмсамаған. Адам түгіл шыбын өлтірмей. Уайымдай бермеш. Болмайды дегеннен кейін болмайды. Бірінші жұмыс жасап атырық па? Сосын ана доляны 50-50 қып бөліндір. Миды ашытпай. 70-те 30 болады. Сен только наводка бересің, біз ғой ертең рисковать ететін. Бапты. Сосын ана Айдарды не қылдың? Бұлын бір жақты қыламыз оны. Сені бір жақты қылады, үйсіп жүргенде бір күні. Ойлашы. Тағы да айтам ше. Если мен кететін болсам, сені по-любому бірге алып кетем. Білемсе, сосын маған ақыл айта бермей, өздеріңді тірліктеріңді дұрыстап істеңдер. Оған сомнениең болмасын. Все, давай, жолыққанша. Давай. Түсті, жүр Дәулет. Базар жоқ. Айекең ішіме айтты ғой, Көп сөйлемей жүрсек аз айырылып қаламыз. Әте, бір минут. Менде мына карта қуып отыр еді, көресіз ба? Шымкентке қонақ едім мен. Көріп бересіз ба? Кән? Осы жақпен жүрсеңіз, оң жақта бір дүкен бар, содан солға қарай жүрсеңіз, тіке 100 метрден кейін сіздің көрсеткен жеріңіз. Рахмет, Шымкенттің адамдары қандай күштісіздер ше? Рахмет әпке. Болды, Нұреке, қазір барам. Хорошо. Жарты сағат болды, әлі шықпадым анау. Сен қайда кетпекшісің? Нұрекең ғой звондап атқан. Біліп қойдым екен. Қойшы. Қана ғой, не істейміз? Қорықпас жай. Қайдан көреді? Көрген жоқ. Көріп қойсашы, аңдығанымыз. Көріп қойса, көреміз. Болды онда, мен кеттім. Сен что-то менімен біргесің ба? Маған нақты информация жинамай кемеде. Хорошо онда, абайлап жүр.
айтпақшы досым, сен өткенде Маугли деген досың бар еді ғой? Соны Аламан деген ағасы бар Бар. Не алды? Бар деп қоям, білмеймін оны мен. Қатты араласпаймын ғой мен негізі. Бар осы барша. Жоқ болу керек негізі. Не болды? Күрсіндің ғой. Бізге кету керек мына қаладан же. Ойбай, жайша ма? Ішім бір жамандықты сезіп жүрмей. Ойбай, ішің сессе де, көтің сессе де, назад қайтатын жол жоқ бізге бауырым. Назад қайтайық деп отқан жоқпын ғой саған. Уақытша болса да басқа қалаға бара тұру керек. Сол жақта движение жалғастыра береміз ғой. Маған по идее ше, бәрібір Аламанмен ақылдассай. Сол ғой қазір шешіп отқан. Мына қара маған по идее ұнайды. Не үшін? Қызың бар екен ғой сен айтпақшы. Ой, бірақ оған емес, Қойшы, ағалы нелер қайда ма екеуі? Аламан шаруалармен кеткен, короче. Ана Мауглиді білмедім. Бірге емес пе не екеуі? Жоқ. Бат. Қайда кеттің, Ана ешек тауып келейін бар. Орналасқан жерде бір түрлі екен, Үш жерде отыруға былықтырып отырып әлем бәрін. ішке кіріп құлағын көтеріп шықса, оның алтын көп, анау мынау деп. Как раз мамашық бір-екі алтындарын аламын, сен көрсетсем ма? Өткіз жеріп жүрме, мамашыққа ұят болып қалмасын. Жарай. Өткенде ана ішке кіргізіп жатқан, может сыртта сөйлесетін шығар қазір. Іште ма, сыртта ма әйтеуір сөйлесіп шықсай, машинада боламын. Или ұмытып кеттіңдер ма бастықтарың кім екен? Жоқ. Сен осы жұмысқа кім алған білесің бе? Білемін Нұреке оны. Ол үшін рахмет. Бірақ мен істі жасай алмаймын, ондай опасыздыққа бара алмаймын. Ренжімеңізші. Жасай аласың. Сен жасау керексің осы жұмысты. Болмаса жасамайтын болсаң сен сонымен бірге құртамын, түсіндің бе? Нұреке, мен бұл іске араластырмап қойыңызшы. Дәулет, сен не сөз түсінбейсің ба? Жаңағы саған не айтып жатырмын? Не қиындығы бар ол? Барасың, взятка бересің. Все, тірлік шешіледі, болды ғой. Арғай өзім шешем. Ойлап көрсем бола ма, Нұреке? Сөз, саған қызым болшы деп сөз салып жатқан жоқпын ғой. Бұл өтініш емес. Бұл бұйрық. Түсіндің бе? Құры! Монқ етсін. Ана екеуі үйде ма? Жоқ. Мауглиді білмеймін. Мага соны іздеп кеткен бағана. Бля, бізге местаны ауыстыру керек срочно. Жейше ма? Мага да соны айтып бағана. Бля, көтіме біреу түскен сияқты. Бля, енді? Білмеймін ғой, ана екеуі не істеп жүр екен? Звондадың ба? Алмайды екеуі телефонды. Бля, не істейміз енді? По идее бағана Мага да үйде отқан. Сосын туға сен сияқты қаладан уақытша кетету керек деді да. Потом Мауглиді іздеді да, тұрып кетіп қалды. Бля, значит, Мара да сезген ғой. Бізге хатаны ауыстыру керек. Ана екеуі ше? Заттарын жинап все так кеттік. Все. Что там, не істедің? Анықтадың ба? Біліп қойған сияқты. Нені? Аңдып жүргенімізді. Уайымдама, білмеген шығар. Сол жерде тұра ма екен? Иә, примерно. Өзің не қылдың? Бастық не дейді? Жай. Жайдан жай тревогамен шақырып алды ма? Иә. Мейлі.
Кеттік тамақтанып қайтайық та. Қайдан? Қайдан дегенде, өзіміздің постоянно тамақтанатын жер ше? Содан басқа жер жоқ па? Гүлеке, мен басқа нәрселерді ауыстырсам да, именно кувшинге измена жасамаймын ғой. Тамақты керемет қой. Иісі келіп жатыр ғой, тамақ деген. Кеттік. Обедтің уақыты соқып как раз. Че там? Осақ па? Осақ болғанда бар ғой, үйде көп. Просто болмай ма? Болады ғой, конечно. Сен бірақ тек әңгімеңмен әкеп жатсың ғой. Болмаса әкел алтындарыңды. Или әкеме, вообще кеме бұл жерге. Ше, брат. Или мен зерттеп жүрсің ба? Жоқ, аны зерттеп жүрген жоқпын. Просто мен де түсінді, мен де бірден сеніп кете алмаймын саған. Сол саған бола ма, болмай ма, сол кішкентайын әкеп көрсете салайын деген тұрмын. Тұрмын, түсініп тұрмын. Болмайды да сен бүйтпе. Ше, брат. Ше, болды. Түсіндің ғой, ja? Давай, мына жерден Себастьян олзай. Сука. Сен не үндемеген сайын діңк-діңк еді? Өмір сүргің келе ма нақ? Братан, әзілдеп алып қойна. Бәрінен ашуланып кетсін. Кинодағыдай болсын деп просто. Киноңды көтіңе тық. Тықтым ба. Мыш бұрышына тық қойдым, братан. Ертең келемін. Болды. Әкең авай, мынаған да шортыгерін көрсетіп қойдың ғой, шеха. Не болатын болды, шеше, бір мәнісі болар. Жүдә болмаса, менттерге ұстат жібере салам да. Анауың таза дірілеген ғой. Бір-екі рет қатты сөйлеуім, бұтына жүріп қойып жазады. Не дейді ол? Не дегенде наглый айтып отыр, бәрін қабылдаймын дейді, ақбіле бер дейді. Қанша, не, қызық емес, бәрін ақбіле отыр. Бұны бақа ұстамау керек. Неге ұстайық? Бұны ұстамаймыз. Бірақ бұған кейін клиенттерін ұстаймыз. Болсын, не жеп ақылды боласыңдар сендер, а? Қарасай, Мұра. Кім ана? Кет ұстайық. Неғып телефон алмайсың сен? Зарядкасы отырып қалған телефон. Не істеп жүрсің сен өзің? Жұмыс істеп жүрмін. Жұмыс істеп, әр нәрсені бір ұрлай бергенше бір зарядка ұрлай алмайсың ба? Телефоның қосылып болады ғой. Телефонға қарайтын уақыт жоқ, сезонда басып алу керек. Сезонда басын қасын, жүруге кет. Бармаймын мен, артынан барам, бара беріңдер. Далбан, сен менттер іздеп жүріп білесің ба? Қой, іздей берсін менттер, мен ұстайтын, мен туылған жоқ әлі. Біле, Айдар ұстайықта мыналарды енді? Мұра, асықпаш. Бізге тек жоламан керек. Жанындағы кінәсіз адам болуы мүмкін. Қасындағысы, яғын осыған сергі деймін мен саған. Жүрші кет, ұстай. Асықпаш дедім Мұра саған. Кінәсіз адам болып қалса не істейсің? Сен вообще түсінбедім, Айдар. В общем, Мұра, біз алданып қалдық конкретно. Айдаш машинадан кеттік. Қайда? Бөлімшеге айда кеттік. Айдасай, Мұра, тез, айда деген екен, айдаш! Баулисі соң күндер қатты өзгерусің жота, Дәріге қатты отырып қалдың сен. Соңғы рет айтан жүруге кеттік. Тағы бір рет айтсаң да жаңылып осы жұмыстарым бар. Кінәсіге орнатын болса не істейді? Ас болсын. Сен де асың дәмді болсын. И так дәмді ғой бұл жердің тамақтары. Айтпақшы, Нұреке не айтты? Ештеңе айтқан жоқ. Айтсай? Ештеңе айтқан жоқ. Не айтам? Ештеңе айтпасам. Дәулет осыдан Айдарға бір нәрсе болса, менен жақсылық күтпе. Не болды саған? Кеше ғана келген Айекең үшін долданып. Кеше келе ма, бүгін келе ма, маған бәрібір. Ең басты ол жақсы адам. Мен жаман дедім ана. Мен саған жай ескертіп жатырмын. Болды. Өзің қайта бересің ғой, если что, акетамайды екем сен. Болмаса Айекеңе звондасай, алып кетсін да. Жаяу ақ бара салам. Ойнап жатырға, ас болсын, алып кетем ғой, не болды? Жұмыс көп, той бол, жақсылап. Айдар, әуре болмай қоймадыңыз ба? Өзім-ақ келе беретінем ғой. Не жұмыс осы соншама сіздікі? Соғыста да жүргенде адамдар хат жазу уақыт тапқан ғой, негізі білесіз ба? Осыдан көресіз ғой. Осы жерде тұрып алам ғой, сіз келмейінше. Айдар, айтшы, не үшін ұстамады? Айдар, әуре болып күтіп алмай қоймадыңыз ба мені? Өзім-ақ келем.
жо алдымызға келіп тұрған нәрсе еді ғой. Мен саған гарантия беремін, Айдар, анау балалардың біреуі. Ұстап алу керек еді, сол жерде бүкіл тірліктің бәрін тындыра салу керек. Мора, шықшы өтініш. Неге? Кабинеттен шықшы өтініш. Жалғыз қалдыршы мені. Баш. Қайдан алдың lan? Шекемді қасып жүрсең кетіппін ғой. Шынында шақтың алдың. Не жұмысың бар, қайдан алдыңда тұрғаннан десейші. Назының ақшасын сен алдың ғой, ә? Ана Гүлда деген қатын тауығын жоғалтып, менен көріп, үйдегі мамашка естіп, үйге барған кезде қамшымен күтіп алып, далаға шығарып жүрді ғой. Шынымен сен ұрладың ба? Жоқ, не ұлыққа бар дейсің ба? Гоша, балдар хабарласпады ма? Иә. Мага келе жатыр. Мауглиге өшіп короче. Бля, Мара Мауглиді таппапты ма? Сұрап едім, білмеймін дейді. Гоша, бля, көтім бір жамандық сезіп тұр ше. Неменеге бәрің бүгін тек жамандық сезетін болсын да? Или бүгін наводкаға түспей қоямыз ба? Я за бой киіп шығып одной білесің ғой. Мара келсінші ақылдасамыз онда. Все. Сен тынбай дегесін, ә? Жас кезде пақайт ету керек қой бауырым. Ой, пақайт етсең, сен өзің пақайт етсей, біреудің пақайт еткен затын ұрламай. Сен оған басыңды қатырмай, тып-тыныш қабылдап отыра берші. Маугли, мен оған басымды қатырмаймын да. Сен ше, мынандай майда жүйде заттарың маған әкеп тықпыштай бермей, әкесең жинап көп қып әкел, болмаса кеме маған вообще. Сол крупный затқа секіру керек еді, ше? Өзің көшеден, автобустан ұрлайсың. Ондай жерде адамдар қымбат затын алып жүре ма? Басқа жерлерге барсай? Например, аэропорт. Маған жақсы идея, Қараса, мен саған уже наводку беріп тұрмын ғой. Бопты, давай онда, жоғамыз. Давай бар. Сен ше, ана затын бүгін әкеме қойшы, мен жабылам қазір. Жинап көп қып әкесей. Жан-жағыңа жақсылап барадың ба, ешкім жоқ бет? Ешкім жоқ. Сенің де артыңа біреулер түсті ма? Походу сондай сияқты. Мына менің артыма явно түсті. Айдар деген бәле опасный ғой. Давай соның бірінші көзін тоқтайық жігіттер. Гоша, мен адам өлтірмеймін да. Ой, сен өлтірмесең, мен өлтіремін. Не болды сонша? Псих. Адам өлтіру оңай ма саған? Түрінде көрмегенсің ғой сен онда. Ой, табайық таш. Уже біз тауып алған сияқты ғой. Соны басында айттым сендерге. Ол біз таппай тұрып, соны тауып алу керек еді бірінші. Мақы оны қой берші, бүгінгі наводканы не істейміз? Албан, саған не айтып отырмыз? Артымызға түсті. О жерге баратын болса, үстімізден түседі тура. Еба, брат. Бля, красавчик. Түсеміз наводкаға. Қалай? Олар төртеуміздің ішімізде, үшеуміздің ғана артымыздан түсті. Гошаның артынан ешкім түскен жоқ қой. Наводкаға Гоша жалғыз өзі түседі. Сөйтіп оларды аластырамыз. Гоша, наводкаға жалғыз өзің түсесің. Сендекші? Бля, олар чатастыру керек болып тұр ғой. Давай, я за бой кипиш ғой жігіттер білесіңдер. Жоламан қайда? Бля, ұсталып қалмапты ма сол? Ұсталған жоқ. Ломбард жақта көргем, қайтпаймын дейді. Бля, хабарласыңдаршы, тез кесін. Алмайды телефон. Барынша аккуратно жүру керек. Бүлекен құп ма? Мен кеттім, өздерің көріндір, мен сұрасы наряд дейді соңдары. Наряд емес сұрсан? Айт дегенде айтса өзі түсінеді. Жиналыс бәрімізге ғой. Мен құр жиналысын шашып кеттім. Өзі шашылмай деген ондай жиналысыншы. Мен кейде ойлаймын, Нұрекеңнен бір бекер подозрение ұстап жүрміз ба деп ше. Өйткені мысалы бағаның алдында қылмыскер тұр, соны ұстамай кеттік та. Так что жиналысқа өздерің көріңдер. Болды. Өзге жүрген соң кезде, Вообще адам емес екенсіз бар ғой. Вообще бұдан кез демек та қойыншы мен мақма. кешірім сұраймын қарындас. Біреумен шатастырып алдым ше. Әдемісіз, брат. Мора қайда? Нарядта кетті. Наряд? Нарядқа түспейтін еді ғой ол бұлар.
Явно маған ренжіп кетті ғой, сендер не қылдыңдар? Тұратын жерін анықтадық. Точно? иә бірақ Бірақ болғанда Гүлекең байқап қойды деп ойлап жатыр да, бірақ ешкім байқаған жоқ ол жерде Айеке. Мен болдым ғой. Жүрші маған көрсетші сол жерді. Болды. мен естейін. Сен боссың бүгін. Гоша, мен жақсылап тыңдап ал. Бірінші үйден Мара шығады. Артынан 2-3 метр ала кетеді. Мара орталық мешітке қарай тартасың. Сол жақта намаз оқығандай боласың да қайтадан үйге келесің. Екінші үйден мен шығам. Мен де артынан 2-3 метр ала кетем. Оларды өзім адастырам. Есіктің алдында мен қалмайды емес, по-любому қалады. Мауглидің шыққанын күтеді олар. От сол кезде сен шығасың. Сөйтесің да тірлігін тындырасың. Адам болмайды, таза болады деді. Но сонда да на всякий пышағыңды ала сал. Адам болып қалуы да мүмкін. Түсінікті ма? Болды, сен сендекші маған. Одан да ақша салатын сумканы дайындай беріңдер жігіттер. Ең сумкамды алсай, ішінен кубик рубик тастап кет бірақ. Ой, сен де кішкентай бала сияқты кубик деп ше. Кубик деймін. Точно осы үйлер ма? Иә, осы екі подъездің біреуі ғой. Алдап кеткен сияқты сендерді. Айеке. Маған қарашы.